Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Алия. Баламның туған күніне орай вупипай тортын бірге дайындайық. Ал біз бастайық. Қамырына қажет бізге май, шоколад, 4 жұмыртқа, 200 грамм қант, разрыхлитель, какао және ұн. Ең алдымен 85 грамм майды ерітіп, оған 150 грамм шоколад қазақстанды қосып, бірге араластырып ерітеміз. Жақсылап тұрып шоколадтың бәрі ерігенше араластырып шығамыз. Біркелкі міне осылай болып шығу керек. Шоколадымызды суытып қоямыз. Келесі 4 жұмыртқамызды жарып, оған 200 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып миксермен араластырып шығамыз. Жұмыртқамызға жаңа ерітілген шоколадымызды қосып, тағы да бір жақсылап тұрып миксерлап шығамыз. Алдын ала иіліктен өткізілген 200 грамм ұнымызды біртіндеп қосып шығамыз. Оған 20 грамм какао қосамыз. Одан кейін бір пачка разрыхлитель, ол 10 грамм. Барлығын жақсылап тұрып миксерлеп шығамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Бұны сразу жасап шығу керек. Біздің қамырымызды пісіріп, осылай пергамент қағазымызды алып, торт пісіретін формаға біз дөңгелек қылдырып, бүкіл менде 4 коржик болады. Сол 4 пергамент қағазға осындай формалар шығарып жасап шығамыз. Осылай пергамент қағазымызға біздің қамырды 4 бөлікке тура бірдей қылдырып құйып шығамыз. Қасықтың көмегімен әлде шпательмен осылай форманы келтіріп аламыз. Төрт қамырымызды жағып шықтық. Бұны 170-180 градусқа бір 7-10 минутқа духовкада пісіріп шығамыз. Кальцонның көмегімен осылай тортымызды әдемілеп дөңгелек қылдырамыз. Мұнда 3 корж 24 диаметр болу қажет, ал ең үстіңгі бір корж 22 диаметр қылдырасыздар. Енді кремімізға көшейік. Бізге қажет 500 грамм творожный сыр. Осылай весаға ровно 500 граммды өлшеп аламыз. Оған 200 грамм сахарная пудра қажет болып, миксерлеп аламыз. %33 және одан да жоғары сливки 500 мл
құйып жақсылап тұрып араластырып миксерлаймыз. Біздің креміміз дайын, дәмді әрі тез дайындалатын. Осындай формаға біздің кремімізді саламыз да вупи-пайдың насадкасының астына қоямыз. Енді біздің тортымызды жинауға кірісейік. Астына сливки кремімізді жағып, осылай бірінші 24 диаметрлі қамырымызды қоямыз. Одан кейін кремімізді міне осылай жағып шығамыз. Енді біріншіде сіздерге қиын болатын шығар, оны қасықпен, егер де болмай жатса қасықпен алып, қайырдан кремімізді жақсаңыздар болады. Одан кейін ортасына міне осылай кремімізді жағамыз. Шпательдің көмегімен біркелкі қылдырып аламыз. Жиырма екі диаметрлі коржымызды үстіне басып осылай қоямыз. Енді ганашымызға көшейік. Оған 20 грамм 60%-дан жоғары майды, одан кейін 100 грамм Қазақстан шоколадын, 33%-ды сливки 100 мл барлығын қосып, араластырып ерітеміз. Дайын болған ганашымызды суытып қоямыз. Ыстық шоколадты сливкидің үстіне қоюға болмайды. Тортымызға ганашымызды қойып, өз қалауларыңызша әсемдейсіз. Міне біздің вупи-пай тортымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет.